Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші модульдің сабақтарын бастайтын боламыз. Видео көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Ал олай болса бастайық. 4-ші модуль People's Book'тың 43-ші беті. Exercise 1. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, көрсетеміз және қайталаймыз. What's your favorite season? Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай дейді. Бұл жерде енді winter, біріншісі қыс, spring, көктем, summer, жаз, autumn, күз болады. 4 жыл мезгілін берген. Және суреттер бойынша түсінікті. Енді сіздің сүйікті жыл мезгіліңіз қандай деген сұраққа my favorite season is spring деп жауап берсек болады. Мына жерге springнің орнына өзіңіздің сүйікті жыл мезгілін жазасыз. My favorite season is winter, my favorite season is summer, my favorite season is autumn деген сияқты өзгертіп жазсаңыздар болады. Келесі екінші жату name the season, суретке қарап жыл мезгілін атаймыз. Біріншісі бұл ақ қала тұр, winter я қыс. 2 құстар балапандап жатыр, spring көктем. 3 сары жапырақтар бұл күз, autumn. 4 асқабақтар пісіп жатыр, ол autumn күзде. 5 балмұздақ, бұл жаз кезінде жейміз. 6 қолғаптар мен шапка, winter қыс. 7 күн, summer немесе spring деп айтсақ та болады. 8 бұл қыста ағаштарда жапырақтар қалмайды, бүткіл жапырақтар төгіліп кетеді. Және 9-шысы бұл жел соғып, сары жапырақтар ұшып жатыр, бұл күз, autumn. Келесі talk with your friend дейді, досыңмен сөйлес. When is your birthday? Сенің туған күнің қашан? In spring, көктемде. Тура солай өзіңіздің жұбыңызбен сұрақ жауап жасайсыздар. Сенің туған күнің қашан? Қай кезде екен айтасыздар. Мысалы, when is your birthday? In winter, қыста. Туған күнің қашан? Қыста. When is your birthday? In summer. Туған күнің қашан? Жазда. Егер күзде болса, when is your birthday? In autumn деп жауап бересіздер. Осымен 43-ші беттің барлық тапсырмаларын орындадық. Видео қолдау білдіріп кетуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.